қос ішектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Армағайын, Қадыр Мырзалиннің осынау өлең жолдары халық арасына кеңінен тарап мәтелге айналып, киелі аспабымыздың анықтамасындай болып кетті. Бабаларымыздың үні, аналарымыздың жыры, даламыздың жүрегі, қазақтың жаны домбыра аспабына ұлттық жауһардың бүгінгі саны арналады. Домбыра қазақтың жаны, ұлтымыздың тар жол тайғақ кешулерінің, тарихының әдет-ғұрпы мен салт дәстүрлерінің куәсі, ән мен күйді ғасырдан ғасырға жеткізуші. Құрманғазыдан Нұрғиса Тілендиевке дейінгі өнер майталмандары домбыраның қасиетін насихаттап, оның әнге әр беріп, әншіге демеу болатынын дәлелдеді. Әр қазақтың үйінің төрінде тұруға міндетті халық аспабымыздың түрлері де жеткілікті. Домбыраның 20-дан астам түрі бар. Нақтырақ айтып кететін бұл көп кездесетін бұл ән мен күй домбырасы. Кейін бізде торсық домбырасы бар, үш ішекті домбыралар болады, аша домбыралар, біттибаларға арналған, яғни сәбидің саусақтары мен буындарына арналған, кішкентай пернелердің аралары жақын, бұл балдырған домбырасы және балашық домбыралары. Және де қазіргі таңда мына өзіміздің Қазақстан Республикасының оркестрі бар ғой, ұлттық оркестріміз. Сол оркестрлік домбыралар болады, олар өздері ішінде төртке бөлінеді. Бұл жіңішке дауысты, ашы дауысты, бас гитаралы және де ортада қоңыр дауыстылар. Көбінесе үш ішекті домбыралар ең басты тарихи несіне қарайтын болсақ, олар Алтай халықтарында көптеп кездеседі. Домбыраның пайда болу тарихы ғасырлар қойнауына кетеді. Ежелгі Хорезм қаласының қазбаларынан археологтар екі ішекті құралдарды ойнап тұрған музыканттардың бейнелерін тапқан. Ғалымдар мұны бұдан 2000 жыл бұрын өмір сүрген сақ тайпаларының музыкалық аспабы екенін дәлелдеген. Демек, ұлттық аспабымыздың тамыры сонау ежелгі заманға бойлайды. Оның шығу тарихы туралы түрлі аңыз әңгімелер де бар. Бір сарбаз жаудан соғыстан келе жатып, ағаштың қасында ұйықтап қалыпты. Бір үннен оянады, қоңыр үннен. Оянып қараса, ағаштың ішінде қуыс екен. Және де екі шекілініп тұрып, желдің арқасында дейді, жаңа үн пайда болған. Яғни сол кейін ол өзі сондай таяқ алып, не алып, сондай өзі домбыра жасалған деп келтіреді. Қолдан істелген екі ішекті домбырадан мұндай нәзік, мұндай әсем дыбыстар шығады дегенге мен еш уақытта сенбеген болар едім. Егерде мына қарапайым жаныңа тиетін әнді өз құлағыммен естімеген болсам, мен оның ызыңдаған жаратылы сүнімен ұласатын күшіне де сенбес едім. Александр Аликоров. Әлем бойынша бұл аспап Моцарттың түрік қадамы дейді ғой, турецкий поход. Музыкалық шығарма өте күрделі шығарма, яғни оны ойнау қиын. Тек қана скрипкалар болсын, арфаларда ойнайды ғой, онымен оны толықтай жеткізу қиындау. Бірақ кішкентай ғана қазақтың домбырасы қоңыр дауысты екі ішекпен бұл шығарманы толықтай және де жеңіл ойнап беруге болады. Қазақ даласының әр өңірінде кездесетін домбыралар жергілікті жер жағдайына, тұрмыс салтпен, дәстүріне, ән, жыр, күй мектебі мен әр өнерпаздың орындаушылық мәнеріне, аспапшы шеберлердің ісмерлігіне байланысты әртүрлі пішімде дамытылып, өзгеріп отырған. Қазақстанның домбыралары аймаққа байланысты әртүрлі болып келеді. Яғни Батыс Қазақстан мен Оңтүстік Қазақстандағы домбыралар көбінесе дөңгелектеу немен келеді, көлемде. Солтүстік Қазақстан мен Орталық Қазақстан домбыралары бет жақтары жалпақтау болып келген. Кейін Шығыс Қазақстандық домбыралары олардікі көлемі жағынан үлкендеп, өзіміздің қарапайым ән күй домбырасынан қарағанда Шығыс Қазақстан домбыралары үлкендеп болып келген. Мына жерде қарап отырсақ, көшпенділердің қолдан жасалған домбыралары,
көшпенді деп отқаным, өйткені қолдан жасалған көріп отырсыздар, иә, қолдан жасалған домбыра. Мынау біздің жайлауға шыққанда, мал шаруашылықпен айналысқан адамдардың өзі кішігірім қолда ұстайтын домбыралардың бірі көшпенді. Мінекей домбыра өзі бүктеліп жасалатын домбыраның өзі тұрып отыр, конструкциясы көрініп отыр, иә. Жиналмалы домбыра. Қарап отырсыз. Термен қапталған. Құдай берген Әлсейітовтің домбырасы. Ол Железинка ауданының тумасы. Осы Майра апамыз сияқты ол да Қоянды жәрмеңкесіне барып, Баянауыл маңындағы жәрмеңкелерге барып, сонда өзінің өнерін омбыға барып шырқаған, әйгілі болған сол кезде. Мынау терімен қапталған домбыра, жартылай тері, жартылай не. Соның әуені де, музыкалық ырғағы да өзгеше. Енді келесі мына туындылардың бірі, ол қазақтың құрастырушы Қамар Қасымовты айтамыз. Ол сонау 1893 жылы дүниеге келген, 1966 жылы қайтыс болған. Оның туындылары өте көп. Мысалы, Құрманғазы атындағы консерваторияна домбыраларды, қылқобызды, прима қобыздардың құрастырушысы осы Қамар Қасымовтың атымен айта аламыз. Қамар Қасымов өзіміздің Павлодар өңірінің тумасы, Баянауылдың тумасы. Көптеген құрал жабдықтарды жасаған болатын, музыкалық аспаптарды, Монғолияның, Мао Цзедунға қазақтың қобызы Совет үкіметінің, Кеңес үкіметінің атынан сыйға тартылған болатын. Сонымен қатар 40-шы жылдары Сталинге Қазақстанның атынан домбырасы сыйға тартылды. Мұнда оның домбырасы жоқ, бірақ біз суретте көріп отырмыз. Сталин солнце наших дней деген домбыра сыйға тартылды қазақ халқының атынан. Кереку Баян өңірінен шыққан осындай шеберлердің жалғасы жаратқан қолына ерекше күш пен дарын берген қасиетті жанның бірі Бауыржан Барлықов. Ол Нұрғиса Тілендиев пен Қаршыға Ахмедияровтың батасын алған талант иесі Шәкен Рақышевтың шәкірті. Бауыржан ағамыздың бойындағы қабілетін байқап, бағыт берген Шәкен Рақышев пен шебер 1989 жылы танысқан. Ол кісі менің бір ағашпен бір бұйым жасағанымды көрді, маған өзі қызығушылық танытты. Айтады, бала, сен ағашқа жақын тұрады екенсің деді. Ағашты жақсы көремін, бала кезімнен деді. Сосын мен айттым, мына домбыраға қобди жасап көресің бе деді. Ол менің ол кісі бірінші шеберханасына барғанда мен таң қалдым. Өзім қызығып кеттім. Мен айттым, солай аға, мен домбыраның несін емес, қобдиін емес, домбыраның өзін жасап көрсем қайтеді. Сосын маған көр деді, қолына бірдеңе келсе. Содан кірісіп кеттім. Енді кірісіп кеткенде қалай? Жаңа ағаштарын мен сүргіледім өзім. Сүргіге кішкене хабарым бар сүргілеуден. Көзінше сүргіледім, Шәкен Рақышевтың көзінше. Сосын пешке отырғызды. Пешке отырғыздан иді мұна шанақты. Қалай игенімді көрді, айтады, қолынан бірдеңе шығады деді. Содан кейін маған үміт артты. Еңбекқор жан алған бағытынан таймай, табиғат берген дарынын ұштай келе кәсіби шеберге айналады. 1994 жылы Павлодардан алғаш болып Алматыда өткен республикалық байқауда жүлделі орынға ие болады. Күмбірлеген сапалы домбыра жасауды мақсат ететін ол тек өз көңілінен шыққан аспапты ғана халыққа ұсынатын көрінеді. Шебердің басты ерекшелігі мен артықшылығы қолынан шыққан домбыра үндерінің жұмсақтығы. Сондықтан болар, ол Павлодар өңірінен бөлек Астана қаласының жалпы республика жұртшылығының зор сұранысына ие. Ғасырлар бойы ұлтымыздың қиын-қыстау кезеңін бірге кешіп қуанышын бөліскен қасиетті аспап домбыра. Бұл күні ұлттық бренд деп айтуға болады. Ал осы қасиетті аспаптың ұлттық жауһарымыздың қалай жасалатыны туралы бүгін біз музыкалық аспаптар шебері Бауыржан ағамыздан сұрап білетін боламыз. Ағам, мынау ұлттық аспаптарды, домбыраны дайындау үшін жұмыс ең алдымен неден басталады? Ең алғаш домбыра істер алдында енді алдын ала ағаштың бәрін дайындап аласың, кепкен ағаштан. Әбден кепкен ағаш, ертең майысып кетпейтіндей, ашылып кетпейтіндей жағдай болмайтындай кепкен ағаш таңдап аламыз. Содан кейін ойынға әдейілеп ағаш дайындаймыз. Сосын мына домбыраның шанағына міне сүргілеп бір қалыңдық, бірдей көлеммен иеміз оны дайындап. Иілу процесі мына пеш. Кәдімгі қарапайым пеш дейміз ғой. Тұрбаның ішіне кірпіш, спираль тағылған, соны ыстық қызуымен ыстық иеміз. Оның үйді несі әдісі бар, кішкене қатты басса сындырып аласың.
аққан басып отырсаң, ол тағы да иілмейді. Еп керек, және тәжірибе керек. Бірдей болу керек, міндетті түрде. Өйткені олар бір-бірінің үстіне жатады. Шанақтар міне, 7 шанақ, иілімдері бәрі бірдей болу керек. Тегіс бір-біріне жата беретіндей. Зорлап қажет жоқ оны. Біреулер зорлап келтіреді, сосын бір домбыра ойнап кетеді. Соны құрастырғаннан кейін міне осындай қалып бар, қалыптың үстіне мойынды бекітеміз. Мойынды бекіткеннен кейін осы шанақ 7 құрақты құрастырамыз домбыра. Осы шанаққа. Бәрі сүргімен балтамен келтіріп, ол тез ғой енді. Шапшаңдықпен және шеберлік, бәлен жыл істеп қоймыз. 1-2 сағаттың ішінде осыны құрастырамыз. Оп-оңай. Құрастырғаннан кейін енді бұл кебет, және де қадір-кілелер бұрындығында емес, желіндер. Бұл бір таңертең мысалы түсте құрастырсам, кеше жақын қалыптан шешуге болады. Сосын арағаты өз бетімен қалыпсыз бұлай кебе береді. Содан кейін кепкеннен кейін міне шанақ осындай болып шығады. Бұл шанаққа қайыңнан міне басты істейміз. Содан кейін мойын үстіне мынандай істейміз. Мықты болса, өйткені мойын қарағайдан істеймін. Үстіне қайыңнан істаламын. Мойын ойнап кетпейтін. Және ойнағанда бұл жері тесіліп қалмайтын. Тығыз ағаштан істейміз. Бұл міне шала істелген домбыра. Қаңқасы домбыран. Домбыраның қаңқасы кепкен соң шебер оның мойнын жонып, шанағын тазалап, жұп-жұмыр етеді. Алғашында мойнын арнайы құрылғымен өлшейтін Бауыржан ағамыз бұл күні оның қалыңдығын қолмен ұстап сезеді. Бұған қақпақтар дайындаймыз. Қақпақты әркім әртүрлі істейді енді, өзінің әдістері болады. Мен қақпақтың қалыңдығын таңдап аламын. Өзім сезем. Оны түсіндіріп айта алмаймын мен қалай екенін. Сондықтан сезем, қалыңдығы деген жетті дегенде, содан кейін мен бұған көлденең ағаш серперлер болады. Олар міне бөлшек-көлшектен алған қақпақ. Осы 4 бөлшекті ұстап тұру үшін біз ішінен көлденең ағаш жасаймыз. Ол мықты ұстап тұрады бір-бірін, күш ретінде, көмек ретінде. Ол бірінші екіншіден ол серпер ретінде дыбыс теуіп тұрады. Үн беретін сол. Және де бұның осы серпердің айтып өтейін, қалыңдығы да маңызды рөл ойнайды. Мына серпер жұқа болып кетсе, онда қақпақ түсіп кетуі мүмкін ішіне. Сосын дұрыс үн шықпайды. Қалың болып кетсе серпер тағы да үн бәрі шыға қоймайды, дұрыс. Күңгірттеніп кетеді онда. Сондықтан ең қиын жер осы тауып алу. Осы қиын. Және мына қақпақты жабар алдында мына мойынмен сәйкестігі күшті болу керек. Оны да ауызбен сөйлеп айта алмайсың, шеберлер өздері ғана біледі. Домбырада жұрт мән бере қоймайды ғой. Шектің де, тиектің де, шанақ қақпағының бәрі маңызды рөл. Әр деталь өз орны бар. Бір-біріне сәйкес келмесе, шек жақсы болсын, тиегі бәрі дұрыс болсын, биіктігі, қақпағы дұрыс келмесе, домбыра көңілден шықпайды. Содан кейін тексереміз домбыраны. Домбыраны тексергенде енді айттым ғой, жаңа мойын ұзындығынан кейбірге шырылдай бастайды. Перде бір-біріне тие бастайды. Ол сол кезде көгілден шықпайды. Әлгін қайтадан тарқатамыз да қайтадан мойын жөндеп егелейміз. Соның қиыншылығы бар сонда. Енді сонда да нәтиже үшін не істейсің? Бәрі шыдайсың. Өйткені домбыра көңілден шығу керек. Мен көңілден шықса, халықтың көңілден шығады деген соны айтты. Осынша жұмыстың нәтижесі мына жерде тұрған? Домбыралар. Домбыралар жаңа айтты ғой, мұндай қалыптар бар, 3 түрі бар менің домбыраның. Балдырған домбыра, 6-7 жасар балаларға, 8 жасар. Содан кейін орташа домбыра. Бұрында қыздарға арнап істеген домбырада, қыз балаларға. Сосын бар мен орташа деп қойдым, өйткені қыз балалар шанағы кішіректеу, ыңғайлы болсын деп. Көбінесе осыған сұраныс менде. Өйткені көбінесе 9, 10, 11, 12 жастағы балаларға қызығушылықтан домбыра атқан. Сол кезде осылар көбінесе сұраныс. Содан кейін жаңа айттым ғой, тығыз ағаш деп. Тығыз ағаш деген міне жаңғағым осы. Бұған көбінесе ересектер, профессионалдар қызығады. Домбырашылар қасында жүреді. Солармен ақылдасамын, соларға көрсетемін, ойнатайым. Қай жері кемшілігі болса айтыңдар деп. Олар енді менімен өзі туыс сияқты домбырашылар. Бетім айтады, мына жер былай болып тұр, мына жер былай келмей тұр дейді. Сондықтан мен тырысамын жөндеуге. Солай кішкене бір әжептәуір нәтижеге келіп отырмыз. Қазақ қолынан домбырасын жаугершілік заманда да тастамаған. Біреу әу десе, екіншісі қосылып әгуғайға айналған. Соның дәлелі қазіргі таңда сәнге айналған домбыра пати шарасы. Домбыра пати өнерлі домбырашы жастар ән салып, күй шертіп, жиналған көпшілікке өнер көрсететін қозғалыс.
Ашық аспан астында өткізілетін бұл шара 2012 жылдың жазында Астанадан бастау алған. Бір топ өнерлі белсенді блогшы жастар бастап, кейін еліміздің барлық қалаларында қолдау тапты. Домбыра пати игі дәстүрлерді қайтадан сәнге айналдыру және жалпы қазақшылықты насихаттау мақсатында туындаған флешмоб форматындағы қозғалыс. Көмейінен тәтті күй төгіліп, күмбірлеген үні құлақ құрышын қандыратын, ауырған адамды дертінен айықтырып мұңайғанды күлдіретін, жабыққан жанмен сырласатын, шежіреде шешен ұлттық жәдігеріміз домбыраның құдіреті туралы әңгімені бір хабарға сыйғызу мүмкін емес. Ғасырдан ғасырға аманат болып жеткен ұлттық жәдігеріміздің қадір қасиеті күн сайын арта түспесе кемімек емес.